Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін асқабақтың денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйімізден табылатын асқабақты бәріміз де жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға өте ыңғайлы дәнді дақылдардың бірі. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті. Және В, С, Д, Е, Р мен сирек кездесетін Т дәрумендері бар. Ал құрамында А дәрумені бар, жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үккіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытқа дейін байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезінде өттің қабынуында жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлерде асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап иммунитетті көтереді. Әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі болады. Асқабақта кездесетін мада талшықтары іш қатуды болдырмайды, қатерлі ісік аурумен шалдықпауға көмектеседі. Ал С және В дәрумендері адам денесінде жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымымен реттейтін қасиетке ие. Асқабақты жүктілік кезеңінде де көп қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы болады. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілінде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруларынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер асқабақ дәмсіз болса, оны қайнатып алыңыз. Асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Үш өтіп ауырғандарға асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Балалар үшін, емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам болып келеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиеттерге өте бай. Сондықтан тері ауруларында емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен араласқан 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады.